Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Біздің ауылдың жоғарғы жағында жарқыраған, еңсесі биік ақбоз үй тұратын. Оны елдің бәрі Шәріп ағаның үйі дейтін. Шәкеңді мен бала кезімнен көрдім. Мұнтаздай таза киініп, тік жүретін сырбаз адам еді. Біздің ауыл деп отырғанымыз мына іргедегі кеншілер кенті. Шәріп аға кеніш басқармасында, шамасы есепші, бәлкім инженер ме екен, әйтеуір бір маңызды қызмет істейтінді. Ондағы онша мән бермейтін жастау кезіміз ғой, әйтеуір Шәріпті елдің қатты құрметтейтіні есімде. Ол кісінің бәйбішесі Рәуіш тәтейді де көрдік. Бастауыш сыныпқа сабақ беретін, кереметтей биязы адамдың, үлкендер айтып отыратын, нағыз Құдай берген адамдар деп. Ол кезде әңгіме төркінін қай бір ұғынатындаймыз. Дегенмен мүсіркей сөйлеген сөз емеурінің бала болсақ та, әлде бір жұмбақ сырдың нобайын сезетінде едік. Кейін өсе келе білдік, Рәуіш тәтей екі құрсақ көтерген екен. Екеуі де жастай шетінеп кеткен. Әсіресе кішісі әпіл-тәпіл қаз басып жүргенде мұрттай ұшыпты. Рәуішке де соның қайғысы ауыр тиіп, уайымнан жатып қалған деседі. Әйелдің күннен күнге солып, жүдеген қалпына шыдамаған Шәкең бірде: «Рәужан қарағым, құлақ салып тыңдашы мені. Болған іске болаттай» дегендей. Бәрі бір Алланың құзырына ғана. Аллах бізден қорқама. Өзі берді, өзі алды. Осыған тәубе қылайықты. Өзіңді аяшы, мені аяшы. Бірімізге біріміз сүйеу болып тіршілік қылғанымыз дұрыс. Бұлайша күйзеле бергенің болмас. Рәужан, басыңды көтер. Өлмектің артынан өлмек жоқ, деп күйзеле күңірене сөйледі. Рәуіш те есті әйел ғой. Азаматының күйзеліп айтқан әлгі сөздерінен кейін басын көтеріп, көз жасын сүртіп: «Құдайға тәубе қылдым. Басым жерге жеткенше мені сені менен айырмаса екен», деп ағыл-тегіл жылап, көз жасын әзер тиған. Екеуінің қайғысына ел болып күйзелген дейді. Бірақ кімнің қолынан не келгендей? Алланың бермесіне не шара? Сонан кейін Рәуіш бала көтермепті. Бәріне уақыт емші ғой. Арада талай жылдар өткен кез. Бір күні сәуір айының іші болуы керек, Рәуіштің елден сұратып, Сақи деген бірге туған бауыры болатын 6 баласы бар ақарлы-шақарлы отбасы. Солар қалаға кетіп бара жатып, апа жездесінің үйіне ат басын бұрмай ма? Шәкең де сирек қатынайтын, балдызының келгеніне қуанып, мал сойып, қонақ қылып, арқа-жарқа отырады. Сол жолы Сақидың әйелі Күләннің аяғы 7-ші балаға ауыр екен. Рәуіш тәте келіннің мына әйбат қалпын көріп: «Күләйжан-ау, мезгілің жақын-ау деймін. Осы тентегің тегі бізге бала бола ма?» деп бұдан бұрынғы тілегін тағы да еске салғандай болды. Жүзі жарқырап, риясыз күлген Күлән: «Оныңыз рас тәте, жүрегіңіз сезіп те тұр ғой. Бұл сіздің жездем екеуіңіздің балаңыз. Осы хабарды сізге айтайық деп арнайы келдік», дейді. Мына хабарды естіген Рәуіш тәтеде ес қалған жоқ. Күләнді құшақтап, екі бетінен алма кезек сүйіп, шәкесі «Қайдасың?» деп қуанышынан абдырап, Күләнді қолтықтаған қалпы қонақ бөлмеге ұмтылды. Шәкенде жақсылық хабардың шетін сезгендей өңі жадырап, жанары ұшқынданып, әйелі мен Күләйдің жүзіне алма кезек қарап қалған. «Шәкесі-ау, саған шүйінші дейін. Құдай қаласа кішкентайлы боламыз. Алла ұзағынан бергей», деп даусы бір түрлі толқыды. Ертеңінде Сақи мен Күлән жол жүріп кетті. Арада көп уақыт өткен жоқ. Күлән босанып, аяқ-қолы аман есен бауырына алды деген хабар жетісімен Шәкең мен Рәуіш қалжаға деп бір ту қойды салып алып Сақидың ауылына барып, аптаға жуық жатып келді.
Онан кейін де дегбірі қалған жоқ, жердің шалғайына қарамай сан мәрте қатынады. Әйтеуір 6 айлығында осы Шәкімұратты етегіне орағандай болып келді. Шәкен екеуі кішкентай ат ұстарының шілдеқанасын жасады. Алыс жақындағы ағайын туысты, жекжат жұрағатты түгел шақырып, аста төк той жасап, балаға Шәкімұрат деп ат қойды. Содан бастап Шәкен мен Рәуіштің тілеуі Шәкімұраттың үстінде болды. Алақанға салып аялап, басынан құс ұшырмай әлпештеп өсірді. Бірақ кішкентай Шәкімұрат жасында өте аурушаң болып, ата-анасына аз бейнет болмады. Рәуіш тәте де баласымен айлап ауруханада жатып, Шәкім жаным тәуір болса екен деп, соның тілеуін тілеумен болды. Әйтеуір Алла жар болып, баласын 2 жастан аса аурудан оңалды. Апа деп, әке деп бұлдырлап тілі шыға бастады. Сол кездегі әке-шешесінің қуанышында шек жоқ. Ол бір бақытты күндер екен ғой. Рәуіш тәте тәубешіл жан еді. Жаратқанға күнне жалбарынып, осы қуанышымызды көпсінбеші деп Аллаға мінәжат ететін. Кім біледі, ана тілегі қабыл болғандай, баласы ер жетті, мектеп бітіріп, әскерге барып, отан алдындағы парызын абыроймен атқарып оралды. Баласы әскерден оралған соң, көп ұзамай әкесі дүниеден озды. Көптен бері жүрегі сыр беріп жүретін, ақыры содан көз жұмды. Алла оңғарса Шәкімұраттың аяқтандырамыз деп жүруші еді, оған жетпеді. Бұ жалғанда пенде шіркіннің ойғалғанның бәрі бірдей орындала бермес. Ақсақалы дүниеден озған соң Рәуіш бәйбіше мүлде жетімсіреп, қорғансыз, дәрменсіз күйге түсті. Күн ұзақ, заңғардай үйдің бір бөлмесіне қамалып алып, қайдағы жайдағын ойлап, есеңгіреген жандай мүлгіп отырғаны. Қазір де солай. Алдақашан суып қалған түскі шайдың дастарханын да жинамаған. Осы кезде көрші үйдегі Шәйгүл келін, апа, аман саусыз ба? Деп үйге сөйлеп кіріп, табалдырықтан аттар аттамастан Рәуіш тәтенің мүлде жүдеп отырған қалпын көрген ол. Апа, сізге не болды? Ауырып қалғаннан саусыз ба? Деп мазасыздана бастағанды. Үй иесі сонда ғана өзінің меңірейіп, босқа отырған қалпын аңғарғандай бойын тез тіктеп алды. Айналайын Шәйгүлжан, сен бісің. Рахмет саған кіріп жағдайымды біліп жатқаныңа. Ауырған ештеңем жоқ. Осындай уақытта Шәкең түскі асқа келуші еді. Қарағым-ай, көрген түстей бәрі өте шықты ғой. Шәкеңді айтамда біраз жүре тұрмай, деп даусы кемсеңдеп көзіне жас алды. Шәйгүлде Рәуіш тәтені аялай құшақтап, апатай-ау, оныңыз не? Қайғыға берілмеңіз. Шәкімұратыңыз бар емес пе? Енді келін түсіріп, немере сүйіп, соның қызығын көруге жазсын, деп жаны елжіреп уатқан болып жатыр. Сыртта үй тұрып, машинаның гүрілдеген даусы естілді. Іле-шала сыртқа есік сықырлап ашылып, үйге Шәкімұрат кіріп келді. Қасында ерген өзінде 2-3 жігіт бар. Баласын көрген Рәуіш апайдың жүзі лезде жадырап, Шәкіжан балам-ау, сенбісің, аман есенбісің, деп орнынан жеңіл көтерілді. Қалаға көшеміз апа, көшіріп әкетуге келдім, деді сырт киімдерін шешіп жатқан баласы. Соны айтты да қасындағы жолдастарына, сендер шешініп жайғаса беріңдер, деді. Өзі әлденеге апыл-ғұпыл асығыс. Шешесінің де амандығын сұрап жатқан жоқ. Мына сөзді естіген Рәуіш тәтенің өңі жуған шүберектей оңып, бір сәт абдырап қалды. Жасынан бетін қақпай еркелетіп өсіргеннен бе кім білсін. Әйтеуір Шәкімұрат кішкентайынан солай. Бірдеңені сұраса, бірдеңені жасаймын десе, сонысына жетпей тынбайтын. Жылауы бар, неше түрлі нәр сызбай жатып алуы бар, әйтеуір ойға алғанын жасататын.
Шәкең ақсақал баласының бұл қасиетін кейде құптап отырмайтын, алған бетінен қайтпайтын қайсарым менің деп баласын кейде қолпаштап алады. Артынша бұл мінезің жақсы жағы да, теріс тұсы да жоқ емес, бәрін ақылға салып, жеңгірсең опық жемейсің дейтін. Әке сөзінің басын ұқса да, соңғысын бала неме парықтаған емес. Содан келіп, ол өзімшіл, айтқанын істетпей қоймайтын өркөкірек болып өсті. Кішкентай күнінде оның бәрі сыйымды болғанымен есейе келе нағыз жексұрын мінез болып шықты. Баласы әскерден келген соң Шәріп ақсақал шағын ауылдың үлкен кішісін түгел шақырып, 2 күн думандатып той жасап, елді де масайратып, өзі де арқа-жарқа болып бір түлеп қалған. Той тарқаған соң баласын қасына алып, шүйіркелесе сөйлесіп отырып, мына біздің басқармада бір жұмыс бар. Жолдастарға айтып сені соған іліктіргелі отырмын. Сонсын сырттай оқуға түсіп алсаң болады. Осыған қалай қарайсың? Деп баласының жүзіне барлай қараған. Өз айтқаны болмаса, кісі сөзіне құлақ аспайтын шолжаң неменің мінезіне қауіптенсе де келісетін шығар деп үміттенген еді. Әке, деді баласы. Әкесінің аялы жанарына көзін түйістірмей бұрып әкеткен қалпы. Мен енді кішкентай емеспін ғой. Ананы істе, мынаны кей деп өбектей берудің қажеті қанша? Жұмысқа тұрам, бірақ мұнда емес, қалаға кетем. Сіздерді сонда көшіріп алам. От шағып, сиыр сауып, мал ұстап, итшілеудің керегі не? Деді. Әке балаға сыншы деген. Шәкең жаңылмаған екен. Тағы бірдеңе айтайын деп оқталып еді ұлы. Әке, мен бұл шаңы шыққан шаңқайда тұрмаймын. Ел секілді қалада, сәулетті үйде тұратын боламыз, деп орнынан тұрып кетті. Күн батып бара жатқан кез еді. Шәкең ұзақ отырып қалды. Ойы шашырап, тұрақ таба алар емес. Мүмкін баласының сөзі де дұрыс шығар. Жастар қазір мұндай жерге тұрақтай ма? Біз өз өмірімізді осы жаңа баласы айтқандай шаңы шыққан шаңқайда өткіздік. Кіндік қанымыз осында тамды. Туған топырағымыз осы. Әкеміз бен анамыз да осында жатыр. Солардың жанынан топырақ бұйырса, ендігі арман сол секілді. Ал қазіргі баланың жөні басқа дедік. Ненің жақсы, ненің жаман екен өз пайымдары деп бетінен қақпадық. Енді азамат болғанда қақпалақтағанның жөні бар ма? Ынтасы солай ауып тұрса, жолы болсын дегеннен басқа лажы қайсы. Кемпірмен екеуі әзірге тұғырдан тайған жоқ. Өз күндерін өздері көрер, қайта балаларының аяғынан тұрып кетуіне тірек болар. Алла дендеріне қуат берсе болғаны. Бұл уақытта күнде көкжиектен әрасып, төңірек қараңғылық құшағына ене бастаған. Ол орнынан тұрып, сыртқа шарбақтың қақпасын жауып, үйге беттеді. Шәкең өзін осылайша қаншалықты жұбатқанмен көңілі әлденеге алаң, әлденеге күпті. Ең ауыры соны ешкімге айта алмауы. Сырын біреуге ақтарса, бәлкім жүрегіне батқан жүк жеңілдер ме? Гәп сонда. Оны айта алмады. Айтамын деп аузын ашса ақ, санасына сыймайтын бір қорқыныш бас салатын секілді. Ол кезде Шәкімұрат 10 жасқа келген еді. Ойда жоқта Сақи балдызының келе қалмасы бар ма? Қасына осы Шәкімұраттан 2 жаста үлкендігі бар. Әні-міне сотанаң ұлын ерткен. Қонақ бала келісімен ақ Шәкімұратпен шүйіркелесіп ойнап кетті. Балалардың бірін-бірі жатсынбағанына үлкендер разы болып, өткен кеткенді әңгіме етіп отырған. Сөйткенше дастарханға үлкен ас келіп, қонақ қол жайып қайта жайғасқаны сол еді. Үйге Шәкімұрат алқын-жұлқын кіріп келді. Келе сала шешесіне: апа, деді. Не құлыным, байқа, мына сорпаға түсіп кетпе өзің, деп баласының жүзіне аса зер сала қоймаған. Онысын тыңдап жатқан бала жоқ. Апа, маған
Сейіт айтты, сен менің кейінгі баласың, сені рәу тәтелер асырап алған деді. Мына сөз Рәуіштің төбесінен біреу суық су құйып жібергендей болды. Табан астында не істеп отырғанын білмей есінен адасып қалды. Мұны Шәріп те, Сақидың өзі де естіді. Үшеуі де төбелерінен жай түскендей меңірейіп қалған. Кенет Сақи орнынан жалма-жан ұшып тұрып, далаға ат жөнелді. Ізінше баласын жетектеп үйге қайта кірген ол. «Қане, айтшы, не дедің?» «Шәкімұратқа», деді баласына, өңі түтігіп, зеки сөйлеп. Бала да сасқалақтап, «Мен жай айтқам оған, сенің ағаларың жоқ, мен саған аға боламын, сен менің інімсің дегенмін». «Я, айттың, сен де менің апам Күләннан туғансың дедің». Мына сөзді естіген Сақи мүлде түтігіп кетіп, ұлын жаққа тартып жіберді. Оңбаған, «Қара, мұның істеп жүргенін» деп тағы да ұрып жібергісі келіп, қолын көтергенде Сейіт есіктен лып етіп сыртқа ата жөнелді. Бұл әңгіме осымен аяқталып, қонақтар үнсіз отырып, тамақтарын ішіп, аттанып кеткен еді. Сақи аттанар алдында апа жездесіне, «Балалардың сөзіне ренжімеңдер, балалықпен ойнаған шығар» деп, баласын үшін жуып шайған болып кешірім өтінгенді. Бірақ мұны балалық десе де, айтылған сөз атылған оқ секілді. Шәкеңнің де, Рәуіш апайдың да жүрегіне шөңкелдей қадалып, талайға дейін мазасыз күйге түсірді. Бәріне уақыт емдейді демекші, одан бері қаншама жылдар өтті. Ата-анасының қартайып, балалардың ержеткен шағы, Сейіттің сөзі де уақыт тозағына көміліп, санадан ұмыт болды. Солай да солай-ау, бірақ қанша ұмытылса да, күндердің күнінде әлгі сөз алдарынан сопаң етіп шыға келетін. Осындай оймен олар өмір сүрді. Сол сөз қазірде Рәуіштің қарсы алдынан шыққандай. Олай ойламаса да болар еді, бірақ ойламасқа шамасы жоқ. Күлән келіні Шәкімұратқа дейін 6 құрсақ көтерді. 4 ұл, 2 қыз, бәрі де дін аман, алды үйлі жанды азамат болған. Соның 3-еуі қалада тұрды. Соларға Шәкімұрат желдіп, бауырларына тартып жүрген секілді. Рәуіш содан күдіктенеді. Марқұм отағасы Шәкіп ақсақал бірде, «Рәужан, ренжіме тыңдасаң бір әңгіме айтайын ба?» деді. Сөзді алыстан орағытып әйелінің қабағын бағып тұрғандай. Сондағы айтқаны, «Сен осы Шәкімұратты ана Сақидың балаларынан қызғанмасың ба? 6 айлығынан бастап бауырыңа салдың, ақ сүтіңді ембесе де аналық шуағыңа бөлеп өсті емес пе? Тым қақпайламай, енді ер жеткенде соларға кетіп қалар демесің? Әйтеуір аман болсын де, аман ердің аты шығады деген» деп байыппен ой тастаған еді. Рәуіш отағасының сөзіне дау айтпады, келіскен рай танытқан болатын. Ал мына жағдайда не істеу керек? Әкесінің қырқын бермей жатып, қалаға көшкені қалай? Кеше ғана дүниеден осы әке топырағы құрғамай жатып. Астағфиралла, атай көрме, өзіне салса ешқайда қозғалғысы жоқ. Келген қонақ балалар тамақтанып болған соң жатар алдында далаға шықты. Осы кезде Рәуіш ұлымен оңаша отырып, «Биыл көшудің реті болмайды. Әкеңнің 40 жылын өткізбей ешқайда кете алмаймын. Ал саған тоқтау қоймаймын. Бара ғой, келіп тұрасың» деді. «Ой апай, тағы да бастадың ба? Мен қалада жалғыз тұра алмаймын. Сен мұнда жалғыз өзің қалай тұрасың? Ағаш жарып, от жағып, тоңып, сеңіп жүресің бе? Әкейдің 40 жиналып келіп, осында береміз. Соған не таусылатыны бар? Одан да жүкті жинастырып көшуге дайындасаңшы» деп орнынан тұрып кетті. Сөз тыңдаса ғана, сөз тыңдаған адамның құлы болады екенсің ғой. Мұнадан соң Рәуіштің ойы астан кестең болды. Бар айтқаны, «Шәкіпжан-ау, мұның не?» деп бір түрлі кейіп үнсіз отырып қалған.
Осылайша әрі-сәрі күйде жүріп дастарханды жинап, жатын бөлмеге кірді. Көңілі күңгірт тартып, әлдене еңсесін езіп тұрғандай. Күнде жарқырап тұратын бөлменің ішінде көңілсіздік жайлап, тұнжырап, түнеріп алған. Рәуш болса, бөлменің ортасында үлкен төсектің шетінде шешінбестен қисая кетті. Ақсақалының артын өткерместен балаға еріп қалаға көшкісі жоқ. Жаны оған күйзеліп жатқан жоқ. Құрсағын жарып шықпаса да 6 айлығында бауырына басып жүрегінің жылуын төгіп өсірген баласының анасына соншалықты суығаны қалай. Кішкентай кезінде мұндай еместін. Апалап мойыннан құшақтап, етегіне оралып соңынан қалмайтын сәби қылығын қалай ұмытсын. Жүрегі еріп, тілеуі соның жолында болды емес пе? Осылайша ой кеміріп жатқан ол таң алдында ұйықтап кетіпті. Әлдененің тарс күрсінен оянды. Сөйтсе, баласы үйдегі жүктің бәрін машинаға тиеп жатыр. Кеше ғана салтанатты жарасып тұрған бөлмелер бос қалған. Рәуш бейшара жағдайдың мұншалықты шұғыл болатын ойламаса керек. Тіпті есінен таңғандай өңі бозарып, ағарған самай шаштары бұрқырап, әжімді жүзі күйзеліп, сілеген қалпында тұрып қалды. Кенет бойын ашу кернегендей. Балам, менің төсек орныма тиме, қалғанын алда жүре бер, деді. Өңі бір түрлі өзгеріп, ашулы жүзін баласына тіктеп қадаған ол. Неге сөз ұқпайсың? Мен биыл көшпеймін дедім саған, деп ұлына дауыс көтере сөйледі. Бұл Рәуш ананың баласына ең алғаш рет дауыс көтеріп, қатты ренжіп айтқан сөзі осы еді. Жарайды, көшпесең, ашуыңды басшы апа, деді Шәкімұрат та шешесінің суық жүзін бірінші рет байқап. Мына көрші үйден барып шай-пай ішейік. Жаңа шай жасап қойдым деген. Жүріңіз, сонда барайық, деп анасын алдаусырата бастаған. Жоқ, онда бара алмаспын, өздерің бара беріңдер. Өзімде де шай бар, деді. Әлі де ашуы қайта қоймаған. Рәуш сол бетте далаға шықты. Осы кезде көрші үйдің қақпасынан шығып келе жатқан Мұнар қария: бәйбіше, бұл қалай болды? Сіздер көшеді деген тіпті ойымызға келсейші. Өмір бойы іргеміз суымаған жандар едік. Көшетіндеріңізді біз қалай білмей қалдық? Дұрыстап дәм татыңыздар енді, деп Рәуштің көңілсіз жүзіне бажарлай қарады. Алла разы болсын, мен ешқайда кетейін деген ойымда жоқ. Мына Шәкімұрат қарағым қалаға жұмысқа тұрған соң керек жарағын алып кеткелі келген ғой, деді. Бәйбішенің сөзін онша ұқпаған қария: жүріңіздер, тамақ дайын тұр, үйге кіріңіздер, деп көршілерін үйге бастап жүрді. Мұнар ақсақардың жасы Шәкіппен шамалас еді. Екеуі де кішкентайларынан бірге өсті, бірге жүрді. Осы кеңшардың көшелерін шаңдатып, жалаңаяқ жарысқан бала кездерінен бастап, есейгенде де жұптары жазылмай, өмірдің жақсы жаманын бірге көрді. Туысқандай болып кеткен тілеулес жандар еді. Бізге айтпай көше жөнелгенін қалай деуінде жөн бар. Рәуш оны сезіп отырып, шай үстінде де көшем деген ойында емес екенін қайталап айтып, ақсақалдың жылын өткермей ешқайда кете алмаймын деген. Бұл уақытта Шәкімұрат апыл-ғұпыл тамақ ауыз тиісімен сыртқа ата жөнелген. Шай ішіп сыртқа шыққан Рәуш үйдің сыртында буыры жер сызардай болып қайқайып жүк тиеген машинаны көргенде жүрегі дір ете қалды. Тез-тез басып үйге кірді. Түнде ғана жатып шыққан бөлмесі қаңырап бос тұр. Жиған терген мүлкі, төсек орны бәрі тиеліп кеткен. Бұл кереметті көрген Рәуш анасының көңілі мүлде құлазып, мына қаңырап тұрған бос бөлмелер секілді іші бауыры үңірейіп қалды. Сол-ақ екен, буын-буыннан әл кетіп, дел сал болған ол бойын ұстай алмай, табалдырыққа сылқ ете отыра кетті. Онсыз да
жанының жартысы өмірлік қосағы Шәріппен бірге кетіп еді. Ендігі халі мынау, жұртта қалған жетім күшік секілді. Үлкен бөлменің босағасына сүйенген қалпы көзінен аққан тарам-тарам жасқа ие бола алмай, өксіген қалпы отырып қалған. Осы кезде сыртқы есіктен «Апа, қайдасың? Жүріңіз енді» деп үйге кіріп келген баласын бос бөлменің ортасында егіліп жылап тұрған анасын көрді. «Апа, неге сонша таусыласың? Шетелге көшіп барасың ба?» деп анасына өзінше тоқтау айтқан болды. Рәуіш баласының сөзін әзер естіді. Сонсын көзінің жасын сүртіп бойын жиған ол. «Қарағым, Шәкімұрат, айналайын», деді көзінің жасын орамалының шетімен сүрте түсіп. «Бетіңнен жарылқасын. Саған айтарым, әкеңнің басына құлыптас қоюды ұмытпа, құлыным», деп күйзелі тіл қатты. «Қоям әрине, оны уайымдама. Жүріңіз енді, бөгелмейік», деді ол. «Сен шыға бер, қарағым, мен ішкі есіктерді жауып шығайын», деп баласы шығып кеткен соң аз-кем бөгеліп қалды. Ауызғы бөлмеде жуан тіреу болатын. Өзі осы үйге келін болып түскенде бар еді. Бірде күйеуіне айтқаны бар. Шәкесі осы тіреуді керегі қанша ағаш үйге қазір ешкімде тіреу тіремейді ғой деп. Шәкең оған жай күлімсіреді де қойды. Бірақ тіреуге тиіспеді. Кейін оған Рәуіштің де көзі үйренді. Шәкең мал жайғарып келгеннен соң үнемі сырт киімін осы тіреудің жоғарғы жағындағы жуан темір ілгішке ілетін. Сол темір ілгек әлі де сол қалпында. Енді қаншама жыл тұрарын бір Құдай білер. Рәуіш темір ілгекпен кәрі тіреуді бірнеше рет көргендей сүзіле қарады. Өткен күндерінің ескі елесі секілді. Даңғырап бос қалған бөлмелерді, шашылған газет журналдары, төгілген шырпы талдары қобырап жатыр. Пештің үстінде от көсейтін шүмуішімен пештің алдында тұрған тоқал орындық қана қалыпты. Бұлар қаланың үйіне керек емес. Рәуіш үңірейген бөлменің ішіне бұдан әрі қарауға дәті шыдамағандай жүзін құбылта бұрып тізерлеп отырды да ішінен білетін дұғасын оқып Алладан кешу сұрады. Баяғыда тәуіп атасы айтатын еді: «Адамнан сұрама, Алладан сұра» деп. Алладан сұрадым. Құдай қосқан қосағыма о дүниеде де серік өте көр мені, деп әжімді жүзі мүлде қуарды. «Шәке, сен кешір, сені мұнда тастап мен ешқайда кете алмаймын» деді. Осыны айтқан ол орнынан дереу тұрып, жаулығының бір ұшын тұзақтап, екінші басын әлгі темір ілгекке байлап, жұртта қалған тоқал орындықты аяғының астына қойып, соған шықты. Мойнына ілгектеп байлаған жаулығының екінші ұшын іліп жатып, соңғы рет үйдің ішіне қарағысы келді. Бірақ қарай алмады. Өзінің от жаққан үйі, талай қызық қуанышты өткерген қастерлі мекені, соның босағасынан ана дүниеге аттанғалы тұр. Құдай қосқан қосағының соңында қалып, қалған ғұмырын жылап өткізгісі жоқ. Сол сәт табанын тіреп тұрған тоқал орындық домалап түсті. Қаңыраған бос бөлмелері орындықтың сарт еткен даусы ғана аралап кеткендей болды. Рәуіш денесі бұлқанбады да, қолдары да көтермеді. Тікесінен тік асылған қалпы өмірден озды. Бұл кезде Шәкең үйі көшеде екен. Баласы келіп Рәуіш тәтені қалаға көшіріп әкеткелі жатыр дегенді біреуден біреу естіп, есік алдына бір талай адам жиналып қалған. Келгендердің бәрі де Рәуіш тәтені қайда десіп жатты. Әңгіменің авторы Жанболат Башар, өгей ұл.